Google туралы 10 дерек. Google LLC онлайн жарнамаға іздеу жүйесі технологиясына, бұлттық есептеулерге, компьютерлік бағдарламалық құралға, кванттық есептеулерге, электрондық коммерцияға, тұтынушылық электроникаға және жасанды интеллектке AI назар аударатын американдық трансұлттық корпорация және технологиялық компания. Ол әлемдегі ең қуатты компания деп аталды және нарықтық үстемдікке, деректер жинауға және AI саласындағы технологиялық артықшылықтарына байланысты әлемдегі ең құнды брендтердің бірі болып табылады. Google'дың бас компаниясы Alphabet Inc., Amazon, Apple, Meta және Microsoftпен қатар 5 Big Tech компаниясының бірі болып табылады. Google компаниясын 1998 жылы 4 қыркүйекте американдық компьютер ғалымдары Ларри Пейдж мен Сергей Брин Калифорниядағы Стэнфорд университетінде PhD докторанттары болған кезде құрды. Олар бірге оның жалпыға жариялаған акцияларының шамамен 14%-на иелік етеді және супер дауыс беруші акциялар арқылы оның акционерлердің дауыс беру құқығының 56%-ын бақылайды. Компания 2004 жылы алғашқы жария орналастыруы IPO арқылы көпшілікке шықты. 2015 жылы Google Alphabet Inc. компаниясының 100% еншілес кәсіпорны ретінде қайта ұйымдастырылды. Google Alphabet'тің ең ірі еншілес кәсіпорны және Alphabet интернет жекеменшігі мен мүдделеріне арналған холдинг болып табылады. Сундар Пичай 2015 жылдың 24 қазанында Alphabet бас директоры болған. Ларри Пейдждің орнына Google компаниясының бас директор болып тағайындалды. 2019 жылдың 3 желтоқсанында Пичай сонымен қатар Alphabet компаниясының бас директоры болды. Google және YouTube әлемдегі ең көп кіретін екі веб-сайт, одан кейін Facebook және X, бұрын Twitter ретінде белгілі. Google сонымен қатар әлемдегі нарық үлесі бойынша ең ірі іздеу жүйесі, карта жасау және навигация қолданбасы, электрондық пошта провайдері, кеңсе жиынтығы, онлайн бейне платформасы, фотосуреттер мен бұлтты сақтау провайдері, мобильді операциялық жүйе, веб-браузер, машинаны оқыту жүйесі және AI виртуалды көмекші болып табылады. Ең құнды брендтер тізімінде Google Forbes бойынша 2-ші және Interbrand бойынша 4-ші орынға ие. Танымалдылығы бойынша бірінші орында тұр, 79,65%. Айына 41 миллиард 345 миллион сұраныс қабылдайды. Нарықтың 62,4%-ын, 25 миллиардтан астам веб-беттерді индекстейді. 2009 жылы 15 қазаннан бастап ақпараттарды 191 тілде іздеу мүмкіндігіне ие. Google іздеу жүйесі PDF, RTF, PostScript, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint және тағы басқа форматтағы құжаттарды тауып беру мүмкіндігіне ие. Назарларыңызға үлкен рахмет.